діндарлар жүр, саған оқудың да керек жоқ, білімнің де керек жоқ деп. Жұмақ қана керек. Жұмақ керек. Біздің молдалар отырып алып, қандай бір дастархан басында отырсаңыз айтатын қорқыта береді. Ойбай, сені анау күтіп тұр, мынау күтіп тұр деп. Бірақ сөзіме айтады, ой, ояқта жұмақтың жақсы жүрсең, ояқта жұмақтың қыздары бар, шарап ішесің, арақ ішесің деп. Молдалардың бәрін пойызға бір корабльге салу керек, сол жұмаққа жіберу керек олардың бәрі. Жаңа қазір маска шығарып жатыр ғой, сол жұмаққа баратын, сол маскаға бір хат жазайықшы бір. Марсқа барып тұрсаңыз деп. Марс болсын біздің молдалардың бәрін апарып тасташы, барып жұмаққа барып келсін, сөнекей келгеннен кейін, қайтып келгеннен кейін соларды тыңдайық деп. Енді бұл не деген масқара? Өткен бір сұхбатта айттыңыз, төрге молда отырған емес, ақсақал билер отырады. Молда билейтін заманнан кетеміз, сол кезде дамимыз деген лепеске келтіресіз. Оның алдында 2011 жылы спорттық жарысқа барып, спортшылардың 90% да осы намаз оқитын көріп, жағаңыз ұстағаныңыз айтып жүрсіз. Спортпен дінді араластыруға болмайды дейді. Бұл біздің рухымызды сындырып жатыр ма, жоқ әлде рухымызды көтеру керек дүние емес пе еді бұл дін деген? Егер дін таза болса, онда рухымыз көтереді. Бізде осы муфтилар болды, иә. Сол муфтилардың ішіндегі мен білетін осы Ратбек қажы. Одан берді қаншама бізде муфтилар болды, да. Солардың ішіндегі ең бір жайдарысы, сауаттысы да, білгері де сол Ратбек қажы ғана. Мен ол кісінің алды басын деймін. Ол кісі менен 1-2 жас үлкен өзі, бірақ мен үйінде болдым. Қаншалықты жұпыны, қаншалықты білімді адам. Сонда сидырмадық қой біз. Оны шет деді, анау деді, депутат кезінде қолын сындырды оның. Мен ода жоғарғы кеңесте депутат едік қой, 2-ші шақырылымда бәріміз бірге болдық қой сол кезде. Міне сондай. Одан кейінгілердің бәрі, мен сізге айтайын, мешіт ашады бар, $5,000, $10,000 бермесе, ставкасы. Мен өзім мінекей, мен ол адамдардың, менің інілерімде, 1-2 інілеріміз мешіт ашты, мен соларды енді аттарын айтпай қояйын, соларға айтады, сіз енді танисыз ғой, соларды мен өзім шақырып бердім, апарып өз қолымызбен соларға жаңағы. Білеміз, естіп халықты айтып жүр оны. Иә, $10,000 берді. Біреуіне $10,000 берді, біреуіне $5,000. Сонда қалай? Ол Құдайды үйін ашуға барған жоқ па? Сонда Құдайдан визитка алып жатыр ма сонда олар? Сіз мұфтилардың тұрған үйін сіз көріңізші. Біздің түсімізге кіріп ондай тұрмыс, ондай жағдай. Қайықтан? Содан не күтуге болады? Қандай ол, қандай дін? Онда бізге мүфтиятқа реформа жасау керек шығар. Вообще реформа барлық жерде керек. Соның ішінде бұл енді молдалардың бәрі оларға міне қазір мысалы үшінде мынау бизнесте жүрген қаражаты жететін жігіттердің өздері ақ мешітке барып $1 мың тастап кетіп жатыр. Рас қой. Енді сол зекет есебінде деп не қылады. Соның өзі де жетіп жатыр ғой. Біз одан түскен ақшаның қайда кетіп жатқанын кім көріп, кім санап жатыр дейсіз. Әшейін майда шүйда ғана бірдемелер істеген сейді. Дін туралы айтсаң, бәрі шаштары тікірек кетеді. Жаңағы мен сияқты шаш жоқтардың шаш шығып кетеді деп. Өкіметтің жағынан да, жалпы сол діннің айналасында жүрген азаматтардың жағында да, халықтың да ішіндегі үлкен кішісі жиналып, осыны бір ретке келтіру керек сияқты қазір.